Армысыздар, құрметті достар. Менің атым Серікбаев Сырым, және бүгін біз жаңа заман философиясы Рене Декарттың күмәндану принципі идеясы турасында әңгімемізді бастайық деп отырмыз. Жаңа заман философиясы мен мәдениетінің дамуына Ренессанс қайта өрлеу үлкен ықпалын тигізді. Ренессанс дәуірінде білімнің қарқынды дамуы антикалық мәдениетті қайта өркендету, жаратылыстанымдық ғылымдардың пайда болуы сияқты құбылыстар орын алды. 16-17 ғасырларда жаратылыстанымдық және математикалық ғылымдар белсенді түрде дами бастады. 15 ғасырға қарай классикалық механика, жаратылыстанымдық ғалымдардың эксперименталдық негізі қалыптасып үлгерді. Сондықтан философиясының ғылымға қатынасын анықтау көптеген философтардың маңызды міндетіне айналды. Осыған орай философ-рационалистер Декарт пен Лейбниц, философ-эмпиристер Лок және Юм, трансценденталист Кант философия мен жаратылыстану арасындағы шекараны демаркациялау туралы мәселені шешумен айналысты. Дәл осы жаңа заман тұсында ғылым алдыңғы орынға шығып, діннің беделі мен билігі мәдени кеңістіктің жиегіне қарай ығыстырыла бастайды. 17 ғасыр бұл ғылыми рационализмнің қалыптасу дәуірі. Ең алғаш рет дінді сынап және табиғатты эксперименталды зерттеуді негіздеп, әлемге үстемдік етуде рационализмді уағыздаған жаңа заман философтары қатарына Бэкон, Гоббс, Декарт және тағы басқалар жатады. Рене Декарт француз философы, математик, физик және физиолог. Ла Флёш діни коллегиясында оқыды. Математикада аналитикалық, геометрияның негізін салған. Механикада қозғалыс пен тыныштықтың салыстырмалығын атап көрсетті. Әсерлесу мен жалпы әсердің заңын тұжырымдады. Сондай ақ серпілмейтін екі заттың өз ара соқтығысында қозғалыстың толық санның сақталу заңын анықтады. Физиологияда рефлекстік актының алғашқы ғылыми сипаттамасы қимылдар тетіктерінің нобайын жасады. Декарт бойынша кеңістік болып табылатын денеден жанның айырмашылығы оның ойлауы қабілетінде. Декарт та Бэкон сияқты білімнің міндеті адамның табиғат күштеріне үстемдік етуінде техникалық құралдары ойлап табу және жасауында, себеп пен салдарды танып білу, адам табиғаттың жетілдіру деп білді. Осы міндетті орындау үшін бәріне күдіктене қарау керек деп білді. Бұл күмән барлық нәрсені танып білуге болмайды деген сенімсіздіктен туған жоқ.
керісінше, ол білімнің дұрыс бастамасын тудыру үшін қажет. Күмәнданамын, яғни ойлаймын, ойланамын, яғни өмір сүремін деген қағиданы осындай бастама деп есептеді. Сөйтіп, ақиқат білімнің тамыры ақылда деп есептеді де. Теоретикалық ойлаудағы тәжірибенің мәніне мүлдем көңіл бөлмеді. Декарт таным ілімінде математикалық білімнің логикалық сипатын бір жақты түсіндіру нәтижесінде қалыптасқан рационализмнің негізін қалады. Декарт үшін математикалық білімнің жалпыға бірдей қажетті сипаты ақылдың өз табиғатынан туындайтын болғандықтан, ол таным процесінде мүмкіндігінше толық ұғыммен тануға болатын қағидаларға сүйенген дедукция рөліне баса мән берді. Декарттың ақылдың дұрыстығы және туа біткен идеялар туралы ілімі мұндай идеяларға құдай, жандық және тәндік субстанция туралы ойлары жатады, идеализмге ықпал етті. Танымдағы сананың алғашқылығы ақылдың сезімдік қабылдаулардан тәуелсіз екендігін мойындады. Егер ақыл ақиқат әдісті пайдаланатын болса, барлығынан ақиқат білімді де ала алады. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.